Ассаламуалейкум, армысыздар арна көрермендері. Бүгін сіздерге тағы бір қызықты ақпарат ұсынатын боламыз. 2000 жыл бұрынғы сырмақ жайлы не білесіз? Біздің заманымыздан бұрынғы 1-2 ғасырға тән ежелгі мұра туралы естіген бе едіңіз? Міне біз бүгін осындай қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің каналымызға жазылып кетуді және лайк басып пікір білдіріп отыруды есіңізге саламыз. 2000 жыл бұрынғы сырмақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-2 ғасырларға тән ежелгі мұра, көне сырмақ барын көпшілік біле бермейді. Бұл жәдігер 1924 жылы қазіргі Улан-Батыр қаласынан түстік жер Нойын Ула тауынан табылған екен. Қазір бұл бұйым он сырмағы деген атпен Петербордағы Эрмитажда тұр. Дәл осы жәдігер туралы журналист Бекен Қайрат ағамыздың мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Таңданарлық жағдай, 2000 жыл бұрынғы сырмақтың бедері, жасалу тәсілі, ою өрнегі, тіпті жиек сырмасына дейін дәл қазір ауылдық жерлерде қолданылып жүрген қазақ сырмақтарынан аумайды. Ортасындағы шеңберлі иір-мүйіз оюлар мен сыртқы жиегінің ішіндегі жануарлар бейнесі азиялық көшпенді бабаларымыздың қолданбалы өнер туындысы екенін айдан анық әйгілеп тұр. Ал ендеше сырмақ қалай табылғаны жайлы қызықты мағлұматқа құлақ түріңіздер. 1912 жылы Улто Бурят ресейлік А. Баллот деген қаңғыбас осы Ноян таудың қоян қолтығын тіміскілеп, алтын іздеп чарқ ұрып жүріп, ғұн қорымдарындағы жәдігерлерді байқап қалған ғой. Дереу оны Петербордағы орыс жағрапия қоғамына хабарлаған. Олар да елең етіп атқа қонғанымен Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда кеткен. Бұрқ ете түскен соғыстың кесірінен бұл іс аяқсыз қалыпты. Арада бір мүшел уақыт өткенде, яғни 1924-1925 жылдары орыс ғалымы П.К. Козлов бастаған топ Ноян тауына экспедициялық барлау жасап, таудың аңғарында 200-ге тарта көне қорым барын анықтап, бұлар ғұн дәуіріне тән деген ғылыми тұжырым жасапты. Осындағы 6-шы қорымды қазғанда біз сөз етіп отырған сырмақ сопаң етіп шыға келген ғой. Жер астында 2000 жыл жатса да бүлінбей сақталған бұл жәдігерді археолог ғалымдар бір ауыздан әлем археологиясының 20-шы ғасырдағы керемет жаңалығы деп бағалапты. Мұндай құнды дүниені сақтап қорғауға Эрмитажды лайық деп тапқан орыстар жергілікті әкімшіліктің келісімін алып, жәдігерді Петерборға жөнелткенде жіберген. Содан бері бабалар мұрасы аталмыш Эрмитажда сарғайып қатталып сақталған күйі тұрса керек. Ал енді осы сырмақтың сипаты қалай болды дейсіз ғой? Ендеше тыңдаңыз. Ұзындығы 2-6, ені 1-95, қалыңдығы небәрі 5 сантиметр. Толық иленіп, суы қанған әппақ кигізден жасалған. Сырмақтың дәл ортасында қошқар мүйіз иір оюлы 24 доғал дөңгелек бейненің сырма сұлбасы орналасқан. Сырманың сырты өрнекті жіңішке белбеу бедермен қоршалған. Жәдігердің шеттерін айландыра арпалысып жатқан 9 қос жануардың бейнесі салынған. Оның 5-еуі бұқа басты, барысқа ұқсаса, 4-еуі қашып құтылуға сыққан бұғы бұлан бейнелі мүсіндер. Бұлардан басқа 9 түрлі өсімдік жапырақтары да кестеленген. Міне, сіздер бағанадан құлақ түріп отырған сырмақтың жайы осындай. Ендеше бабаларымыздан қалған құнды жәдігер біздің қазақ мәдениетінің де тарихын бірнеше ғасырға арыға созбасына кім кепіл? Алайда бұны зерттеп зерделейтін ұрпақ болуы керек ақ. Сіз бұл туралы естіген бе едіңіз осыған дейін? Тура осы сырмақ тәрізді көне жәдігерлерден қандайын білесіздер? Бұл туралы пікір алаңына өздеріңіздің лебіздеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Сонымен бірге біздің каналымыздағы контенттерге лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпағайсыз. Біздің дайындаған материалдарды бірінші болып тыңдау үшін қоңырауды басып қою қажет. Келесі кездескенше есендік саулықта болайық ағайын.